Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздерге бүгінгі күніңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі біз математика сабағын бастаймыз. 114 сабақ оқулықтың 73 және 74 беттері. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы разрядтың бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Оқушылар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Кесте бойынша сұрақтарға жауап бер дейді бізге. Кесте берген. Кестеде ғарышкерлерді бізге атап көрсеткен. Бізге бірінші сұрақ. Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтің сағатпен өлшегендегі ұшу ұзақтығы қандай? Әрине бізге тәулікпен көрсеткен, біз соны сағатқа айналдырамыз. Бір тәулікте 24 сағат бар екенін білеміз. Тоқтар Әубәкіров барлығы 7 тәулік және 22 сағат жүрген. Оны біз сағатқа айналдырсақ 190 сағат. Келесі Айдын Айымбетов. Ол 9 тәулік ұшқан және 20 сағат. 9 тәулікте отқанымыз бұл 216 сағат және 20 сағат, яғни барлығы 236 сағат ұшқан. Келесі сұрақ Талғат Мұсабаев туралы. Талғат Мұсабаевтың тәулікпен өлшегендегі жалпы ұшу ұзақтығы қандай? Міне, ол 3 рет ұшқан, оқулықта көргеніңіздей. Біріншісінде 125 тәулік 22 сағат. Екіншісінде 207 тәулік 12 сағат, үшіншісінде 7 тәулік 22 сағат. Біз тәулікпен есептегенде барлығы 341 тәулік және 8 сағат ұшқан екен. Келесі балалар, оқулығымыздың 74 шетінде күрделі теңдеу берген. Күрделі теңдеуді әдеттегідей жай теңдеуге айналдырамыз. Міне, сіздерге тек біріншісін атап көрсетемін. Қарайық балалар. Ол үшін бірінші тұрған x пен 9-ның бөлінісін дәл солай жазып аламыз. Енді теңдеуден кейінгісін орындаймыз. Ол үшін әуелі әрине жақшаны орындаймыз. 18 пен 12-ның қосындысы 30-ға тең. Ал 45 пен 30-ның айырмасы 15-ке тең. Енді келесі x тең деп аламыз да 15 пен 9-ды көбейтеміз. Бұл жерде белгісіз сан 135. Орнына қойып тексереміз балалар. Келесі балалар 6-шы есепке қараймыз. Бізге сызба көрсеткен. Сурет тұр, қарайық. Қорапта болды, қызыл бөлшектер, көк бөлшектер, жасыл бөлшектер деген тіркестерді пайдалана отырып, сызба бойынша есеп құрастыр. Енді біз өз ойымызбен есеп құрастырамыз. Міне бұлай құрастырсақ та болады. Қорапта барлығы 25 қызыл бөлшек, көк 39 және 27 жасыл бөлшек болды. Одан Самат келіп 44 бөлшекті алды. Сұрақ, қорапта қанша бөлшек қалды? Міне біз сызба бойынша шығардық балалар. Сонда қорапта 47 бөлшек қалды. Келесі 7-ші есепте бос орындарды толтырамыз. 215 см тең, ол деп отқанымыз 2 метр және 15 см. Өйткені балалар бізде 1 метрде өзіңіз білетіндей 100 см бар. Келесі 5 метр 90 см, ол 590 см-ге тең. Есепті балалар толық жазамыз. Келесі 8-ші тапсырма, оқулыққа қараймыз. Ұзындықтары 15 мм және 4 см 1 мм, 29 мм және 62 мм болатын кесінділер сыз. Ең қысқа кесінді, ең ұзын кесіндіден қаншалықты қысқа екендігін анықта. Бұл жерде балалар бізде ең ұзын кесіндіміз 62 мм, ал ең қысқасы 15 мм. Екеуінің арасы 47 мм-ге тең балалар. 9-шы тапсырмада, ең соңғы тапсырма бұл оқулықтағы, теңдіктер тура болатындай тиісті жерге жақша қоямыз. Ол үшін біріншісінде балалар, міне бізге мәні көрсеткен 74 деп. Бірінші 9 бен 8-ді жақшаға алып аламыз. 9 бен 8-дің көбейтіндісі балалар 72-ге тең. Екінші жақшаға алатын есеп бұл 4 бен 2-ның қосындысы. Ендеше орындайық. 4 бен 2-ның қосындысы 6-ға тең. 12 мен 6-ның бөлінісі 2-ге тең. 2-ге мына 72-ні қосамыз, сонда 74 шығады балалар. Біріншісінде. Екіншісі әсінде 9 бен 8-дің көбейтіндісін жақшаға және оған 12-ні қосамыз. Сонда жақшада балалар бізде 84 шығады.
84 пен 4-тің бөлінісі 21-ге тең, 21 мен 2-ның қосындысы 23-ге тең. Үшіншісінде 8 пен 12-ның қосындысын жақшаға аламыз. 20 шығады жақшада. 20 мен 4-тің бөлінісі 5-ге тең. Бөлу амалы орындап болған соң балалар, бізге балалар бұл жерде амалдардың орындалу тәртібі. Демек біз бірінші мысалы жақшаны орындадық па? Екінші бөлуді өтінеміз. Бөлуден соң көбейтуді. Бізде бөлуде 5 шыққан болса, 5 пен 9-ның көбейтіндісі 45. Ең соңғы қосу амалы 45 пен 2-ның қосындысы 47-ге тең. Балалар, сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылыңыздар әдеттегідей. Сау болыңыздар балалар.